Бәріне, сендер Еркек Лайф каналындасыңдар. Бұл тақырыпта бізде қызбен кездескенде бірінші свиданияда не істеу керек, сол туралы тақырып болады. Қызбен танысқан кезде далада, немесе басқа жерде, интернетте болсын, көбінесе далада есептеледі. Сол кезде қызбен сөйлесеміз, бәрін дұрыс орындаймыз, бәрін істейміз. Енді бізге кездесу керек. Не істеу керек ол кезде? Біріншіден, қызға звондап, кездесу орнын айтамыз. Бірінші кездескен кезде біз еш уақытта бірінші свиданияда бірінші барудың қажеті жоқ. Және қызды күтудің қажеті жоқ. Ол дұрыс емес. Біз әдейі 15-10 минутқа кешігіп барамыз. Немесе болса да қызға звондап білеміз. Қыз, сен қайдасың деп. Ол, міне келе жатырмын десе, сендер келіп қойғаның уақыттың өзіне айтасыңдар. Мен қазір бара жатырмын деп, бірақ та еш уақытта бірінші кездесуге бірінші келмеңдер. Ол үлкен қате. Кездесудің бірінші келудің қажеті жоқ. Ол дұрыс емес. Ол кезде сендер қызға зависимый болып қалған болып есептелесіңдер. Сондықтан бірінші свиданияда қызбен кездескен кезде кешігіп барамыз. 10-15 минут. Одан ұзақ емес. Одан ұзақ болса қыздар кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан техника бойынша 10-15 минут кешігіп барамыз. Қыз бірінші сендерге келу керек, сендерді күту керек. Олар сендерді ойлау керек. Сол мақсатта біз 10-15 минут кешігіп барамыз. Кешіккеннен кейін өз-өзімізге оправдываться етпейміз. Қыздың алдында не үшін кешіктік айтамыз. Кептеліс, пробка болып қалды. Ондай болып тұрады деп қоямыз. Бірақ қыздың көзінше, ой, кешірші, мен кешіктім, андай-мындай жалынып, ондай қажеті жоқ. Сендер жігітсіңдер, еркексіңдер, ондай қыздың алдында еш уақытта өздерін түсірмеңдер. Әдейі кешігіп келеміз, кептеліс болып болды, ондай болып тұрады деп қоямыз, болды. Қыз айтуы мүмкін, ой, сен кешіктің, ондай тыңдамаймыз қыздар. Сосын кіреміз мегацентрге. Мегацентрге бірінші свидания дұрыс емес. Шағын бір кафеге шақырған дұрыс. Адам жоқ жер, тыныш жер, өйткені ол бірінші свидания. Шум болады, естілмейді дауыстар, айғай шу болады, сендер дұрыс отыра алмайсыңдар, сөйлесе алмайсыңдар. Тыныш мегацентр болса, тыныш жерге шақыруларың болады. Бірақ екі адам аз жер болу керек. Отырасыңдар, шақырасыңдар, орындыққа отыру, бірінші апарып орындыққа отырасыңдар. Енді не заказ беру керек, ол жағынан бірінші свиданияда айтарым, еш нәрсе алмауға тырысыңдар. Жігіттер, еш нәрсе алмаңдар. Көбісі қате жүреді, KFC, қымбат, Макдональдс, кола заказ бер, бұл бәрі дұрыс емес. Өйткені сендер біріншіден ақша құртасыңдар, екіншіден сол қызбен әлі кездесесіңдер ме, кездеспейсіңдер ме, ол сендерге байланысты да. Сондықтан үйтіп ақша құртудың қажеті жоқ. Орындыққа отырдыңдар, сосын бір арзан су, немесе сок, ары кетсе бір 500 теңге, 600 теңгеге алсаң да жетеді. Сол бір шай болсын, көбінесе шай дұрыс, бір кесе шай, екі адамға. Сосын әңгіме, қыз неге үшін неге сөйтіп қымбат тамақтар алмаймыз деп сұрақ қоясыңдар ғой. Өйткені қыз ол тамақ үшін келмейді, жігітте, тамақ үшін келмейді. Қыз үйінен өзі ішіп келеді негізі оны. Сендер қызықсыңдар ғой, олар тамақ емес. Тамақты үйден ішсе болады. Негізі біздің
тәрбие, бүкіл әлемдегі тәрбие сөйтіп үйретіп қойған, жаңалықтарда сөйтіп көрсетті, қызға бәрін гүл беру керек, тамағын алып беру керек. Ол бірақ еш жерде жазылған жоқ. Ол бізде кішкентай кезімізден бастап оның бәрін үйретіп тастаған. Ол дұрыс емес негізі. Отырамыз, бір шайник шай заказ береміз құр отырмау үшін. Кеше сосын қызды қызықтыра бастаймыз. Қызықтыру қалай өтеді? Не туралы сөйлесеміз? Сөйлесудің көптеген темалары бар. Көбінесе қыз бен ұлдың арасындағы қатынас туралы сөйлесе болады. Сен болашақта ойың қандай, қай жерге барғың келеді, демалыс, саябақтар, содан бастаймыз. Еш уақытта ашық теманың айтудың қажеті жоқ. Ашық тема мысалы сүйісу, одан да жоғары темалардың айтудың қажеті жоқ. Өйткені қыз сендерді біріншіден жаман ойлап қалады, маньяк деп ойлап қалады, жаман жақтан кетеді да. Сондықтан ол темаларды, ұятсыз темалардың айтудың қажеті жоқ. Егер өздері бастап айтса, сендер айтасың, жоқ, мен ондай емес, мен ондайды ұнатпаймын, что деп айтамыз. Сол көбінесе сендер туралы, ол туралы, качеля алдындағы видеода айтып кеткендей, қыздармен качеля туралы түрде сөйлесеміз. Сен өзің туралы, ол туралы, сен туралы, сөйтіп качеля туралы сөйлесеміз. Максимум свидание ұзақ болмау керек, жарты сағаттан 1 сағатқа дейін созылу керек. Темалар алдыңғы видеода айтып кеткендей, саябақтау, путешествие, қыдыру, анекдот болса анекдот, қызығушылық. Сосын бірінші свиданияда елдер көбісі айтады, жай сөйлеп қайту керек деді. Ол дұрыс емес. Бірінші свиданияда сөйлеп біткеннен жай қолынан ұстап, оқалап деген сияқты болады. Мысалы, қараймыз, қолына ұстаймыз, кішкене сөйлесіп қызықтырып алғаннан кейін қызды қолынан ұстаймыз. Ұстамастан бұрын айтамыз. Бірінші ұстамастан бұрын айтамыз. Не деген сенің қолының терісі немесе кожасы аппақ, жақсы екен дейміз да, қолынан ұстаймыз. Сосын сұрақтар қоя бастаймыз. Сен қолың неден сондай әдемі, крем жағасың ба, сондай. Ұстаған кезде бір мысалмен салыстыру керек. Ұстаған кезде үйімдегі әдемі мысығымның қолында екен деп, немесе қарындасымның қолында екен деп сөйтіп салыстырумен айту керек. Өйткені қолың әдемі екен десе, ол түсінбей қалады да. Сондықтан салыстыру, мен мысығымның үйде бір породасты бір мысық бар да, қымбат тұратын, соның кожасында екен деп сөйтіп қызықтырамыз. Сөйтіп жарты 1 сағат қызықтырамыз. Қыз айтуы мүмкін, енді пицца жейміз ба, сок ішеміз бе, сен айтасың, өкінішке орай мен картамды ұмытып қалдырып кеттім, келесі жолы көреміз деп қойыңдар. Сөйтіп ақша құртпай кездесулер болады. Сол меганы аралаңдар, қызық